Sizlerge андай термодатчикті қалай тексеру керегін көрсететін боламын. Яғни бұл бізде вентилятор через реле жалғайтын кезде қолданылатын датчик. Мінекей екі фишкасына мультиметрдің екі құлағын қыстырамыз. Мультиметрге разгонка жүйесіне қоямыз. И андай фенмен немесе бір қайнап тұрған суға, яғни датчикті кішкене батырамыз. Біз фенмен қыздыратын боламыз. Осылай қыздырамыз фенмен. Бізден мультиметрден сопротивление немесе разгонка шығу керек. Қазір белгілі бір температураға дейін қызу керек датчик. Сол кезде бізде автоматты түрде разгонка шығады. Мінекей разгонка шығып тұр. Яғни бізде датчик 85 немесе 87 градуста қызып тұр деген сөз. Яғни бізде датчик жұмыс жасайды.